Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәндері оқытушысы Мұқашева Айым Серікбайқызы. Сабақтың тақырыбы Сәкен Сейфуллин өмір жолы мен шығармашылығы, Көкшетау поэмасы. Сабақтың мақсаты Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығынан мәлімет алу, Көкшетау поэмасының тақырыптық идеялық мазмұнын меңгеру. Сәкен тек ақын ғана емес, көркем сөздің ұстасы, жұрт таңғалғандай үздік образдар бере білген ақын. Оның поэзиясындағы тіл көркемдігі ерекше сұлу, ерекше нәрлі. Тіл көркемдігі жағынан Көкшетау, Қызылат қандай көркем шығармалармен де таласа алады, деп жазушы, әдебиеттанушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы профессор Қажым Жұмалиев өз кезегінде Сәкен шығармашылығына бағасын берген. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда бүгінгі Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Сәдуақас. Бірақ ата-анасы еркелетіп Сәкен деп атап кеткен. Сәкеннің әкесі Сейфолла орта шаруалы, өз еңбегімен күн көрген адам болған. Әкем саятшы, аң аулағыш, домбырашы, ақжарқын адам. Анам әңгімеші еді дейді Сәкен. Ол жасынан ел ішінде ақын жыршылардың, әншілердің өлең жырларын қызыға тыңдап, соған құмартып өскен. Сәкен әуелі ауыл молдасынан оқып хат таниды. 1905 жылы ол нілді мыс қорыту зауытына келіп, кісі қолында жұмыс істеп жүріп, орысша үйренеді. Келесі жылы осында орыс қазақ мектебіне түсіп, 2 жылдай оқиды. 1905 жылы желтоқсанда болған нілді мыс қорыту зауытындағы жұмысшылардың ереуілі болашақ жазушының ой дүниесіне із қалдырады. 1908 жылы Сәкен Сейфуллин Ақмола қаласына барып, Приходская школаға түсіп оқиды. Онда 2 жыл оқып, кейін 3 сыныптық училищеге түседі. Мұны ол 1913 жылы аяқтайды. Алыс аудандардан келіп оқып жатқан қазақ балаларына біраз уақыт орыс тілінен сабақта береді. 1913-1916 жылдары Сәкен Сейфуллин Омбы қаласындағы оқытушылар семинариясында оқиды. Ол қараңғы халық ішіне мәдениет тарату мақсатын көздейтін студенттердің бірлік атты үйірмесінің жұмысына белсене қатысады. Үйірме мүшелері саясат мәселелеріне де араласып отырады. Осы үйірменің көмегімен 1914 жылы Қазан қаласында Сәкеннің өткен күндер атты алғашқы өлеңдер жинағы басылады. Сәкеннің қоғамдық шығармашылық қызметінің жаңа дәуірі 1917 жылдан басталады. 1918 жылы маусым айындағы ақ казактар мен контрреволюцияшыл чехословактардың көтерілісі кезінде Ақмолада кеңес өкіметі құлап, Сәкен бір топ жолдастары мен революция дұшпандарының қолына түседі. Ол Ақмола, Петропавл түрмелерінде, Атаман Анековтың азап вагонында, Колчактың омбы лагерінде ауыр азаптар шегеді. Оған қоғам мен мемлекет қауіпсіздігіне қатерлі адам деген айып тағылады. Осы азаптан Сәкен 1919 жылы жазғытұрымда қашып шығып, Дүйсенбі деген жалған ат жазылған құжатпен жаяу Павлодар Баянауыл арқылы туған еліне жетеді. Бұдан кейінгі дәуірде ол елді Колчак үстемдігіне қарсы көтерілісті ұйымдастырып, Ақмола уезінде кеңес өкіметін орнатуға қатысады. 1920 жылдан бастап Ақмола уездік атқару комитеті төрағасының орынбасары болып қызмет істейді. 1920 жылдың қазан айында Қазақ автономиялық республикасы құрылған съезде Сәкен Қазақстан орталық атқару комитетінің төралқа мүшесі болып сайланады. 1925
1937 жылдары Сәкен Сейфуллин Қазақстандағы әртүрлі мәдени атқару орындарында, Жазушылар одағында, Әдебиет майданы журналының редакцияларында басшы қызметтерде болады. 1930-1937 жылдары Абай атындағы педагогикалық институтында қазақ әдебиеті тарихынан дәріс оқиды. Үлкен қоғамдық саяси жұмыс пен әдеби шығармашылығын қатар жүргізе отырып, Сәкен Сейфуллин 20 жылдардың өзінде көрнекті ақын болып қалыптасты. 1922 жылы оның «Асау тұлпар» атты өлеңдер жинағы, «Бақыт жолына», «Қызыл сұңқарлар» атты пьесалары жеке кітап болып басылды. Кейін ақынның «Домбыра», «Экспресс», «Тұрмыс толқынында», «Көкшетау», «Альбатрос», «Қызыл ат» атты өлең поэмалары жарық көреді. Проза жанрында Сәкен Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу» романын, «Жерқазғандар», «Айша», «Жемістер» атты повестері мен көптеген әңгімелерін жариялайды. Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиеті нұсқаларын жинаушы және зерттеуші есебінде елеулі қызмет атқарады. Орта және жоғары мектепке арнап әдебиеттен оқулықтар жазуға қатысады. Сәкен біздің ұлттық мақтанышымыз. Ел үшін еңіреген ер, қайтпас қайсар күрескер. Сәкен өлеңнен өрнек өрген ақын, қара сөздің сиқырын игерген прозашы. Сәкен тыңдаған жанның жүрегін тербемей қоймайтын, сырлы да сазды ән шығарған талантты сазгер. Ақын әдебиетіндегі үнжу маржандарының бірі «Көкшетау» поэмасы. «Көкшетау» поэмасы 1929 жылы жарық көрді. Бұл кезең советтік өмірдің ең бір белсенді уақытымен шендесіп жатты. Сәкенге бүгіннен алшақтап, өткенді аңсадың, өткен дәуірге көңіл бөлдің деп айып тағылды. Осындай жан-жақты қысымға қарамай, Сәкен құнды шығарманы дүниеге әкелді. Табиғатты Сәкен әрқашан оны мекендеген адамның көңіл күйімен, оның еңбегімен байланысты жырлайды. Халық ертеден-ақ өзінің арман мұңының бесігі болған, ерлік салт пен дәстүрге бай, табиғи сыры мол әсем жерлерді жырға қосып мадақтаған. Қазақтың ұлы даласының дәл кеудесінде жаратылыстың ғажап үзігі сүмбіл қарағай, айна көл, зеңгір таудың басын бір жерге қосқан алып бөріктей Көкшетау тұр. Бұл тау сұлулық пен әсемдіктің ғаламат символындай, халық ұғымындағы көркемдіктің идеалына айналған. Әсіресе қазақ өнерінің алтын кезеңі саналатын 19 ғасырда ақындар, сазгерлер бұл өлкенің сұлулығын жырға, әнге қосып, қалың жұртшылық, жалпақ елдің санасына әдемі эстетикалық сурет етіп сіңіріп жіберді. Ақын Оқжетпес, Жеке Батыр, Бурабай атаулары жөнінде аңызды ел, жер тарихымен бірге береді. Арқаның кербе сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуғаны жауын. Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. Поэма 4 бөлімнен бірнеше тараудан тұрады. Поэманың 9 шумақтан 11 буынды қара өлең ұйқасымен жазылған кіріспе бөлімі эстетикалық тұрғыдан өте көркем, идеялық мағыналық жағынан шыншыл да терең. Ақын табиғат сұлулығына адамдар сұлулығын, жер, ел тарихының терең тамырын, көркем бейнелер жан дүниесінің ізгілігіне сәйкестендіріп, көкшенің қадір қасиетін, жері мен онда тіршілік еткен елімен бірге жырлайды. Ел арасында Көкшетауға байланысты неше түрлі халық аңыздары, ертегі сипатты әңгімелер мол. Сәкен поэмасы негізінен осындай халық аңыздарының желісіне құрылған.
Бұл аңыздардың негізі қазақ пен қалмақтар арасындағы ерте кездегі жауласушылық оқиғаларда болып табылады. Сәкен көрші отырған екі ел қазақ пен қалмақтың ұзақ жылдар жауласып келуінің негізі хандық құрылыс пен оның басында отырған феодалдардың мүддесімен байланысты деп ұғады. Поэманың ең негізгі арқауы қалмақ қызы мен Адақ батыр арасындағы сюжет. Жаугершілікте қолға түскен сұлулығы мен талай ер жүрек батырдың таластырып қойған қалмақ қызының тағдыры арқылы шешіліп, осы ақылды ұға білген Адақ батыр арқылы толықтырады. Поэмада қазақ ханы Абылай бастаған қолдың қалмақты шабу кезіндегі оқиғалары суреттеледі. Олжаға даңққа құмартқан жаулаушылық салты айыпталады. Поэманың сюжеті бір оқиғадан кейін екінші оқиға туып отырады. Қосалқы эпизод, шегініс, авторлық қосымшалар жоқ. Жанрлық формасы жағынан Көкшетау күрделі, композициялы, сан алуан образдар галереясы жасалған бірнеше сюжет желісі бар. Әр түрлі көркемдік деңгейдегі стильдік жүйелердің басын біріктіретін полифониялық, көп әуезді, мол сарынды поэма. Көкшетау поэмасында оқиғаларға қолма-қол баға беру, тікелей оқырманмен сырласу, өмір ағымы, заман қабағы, мезгіл мінезі туралы толғану, пәлсапалық лирикалық түйіндері кездеседі. Көкшетау бөлімінде Көкшетау көрінісі ақынның сезіммен ұштасып, поэманың тек басында ғана емес, өне бойында еркін сіңісіп отырады. Ол туған жердің сәнді көркін, көкшенің тауы мен айнадай мөлдір көлдерінің ғажайып сұлулығын аса зор шеберлікпен суреттей келе, арқаның кербез сұлу көкше тауы, дамылсыз сұлу бетін жауған жауын, жан жақтан ертелі-кеш бұлттар келіп, жүреді біліп кетіп есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында, ауасы дертке дауа жұпар иісті, көкірек қанша жұтса тоясың ба, деп суреттесе, Жеке Батыр атанған таудың аңызын 3 шумақ өлеңмен қысқа қайырады. Жеке Батырды ол ұйықтап жатқан батыр күйінде, батырдың 40-қа таяу келген жасы, денесі биік жота таудай басы, сақалы төсін жапқан қырмұрынды, киюлі баста жатыр дулы қасы деп бейнелейді. Бурабай, тасқа айналған Буракөлдің Бурабай аталуы бұл тым ескіден келе жатқан көне мифологиялық аңыз. Көлдің, жердің, таудың киелі иесі жазықшы жануарды атып, қылмыс жасаған, табиғат киесінің кесіріне ұшыраған Қасым төре туралы баяндалады. Оқжетпес шыңының биіктігін ақын тілдесіп таумен аспан сүйіседі, сәлем қып бұлттар басын иіседі, қиырдан келген қаңғып түрлі бұлттар бас қосып тау төсінде түйіседі деп суреттейді. Оқжетпес аңыз бойынша қалмақ қызының екінші шарты таудың басындағы найза ұшына байланған орамалға батырлардың садағының оғы жетпегендігінен Оқжетпес деп аталғандығы айтылады. Ақын жұмбақтасты: жартастың бір жағы шың, бір жағы су, тауышы қалың орман, жап-жасыл ну, орманда, тауда, көлде ертелі кеш, сыбырлап, сыңқылдаған бәрі ду-ду. Алтын күн күміс суға нұрын бүркіп, сағымен көк құшады тұрғындай бұл, сызылтып әдемәнін сыңқылдатып, ертеді балапанын көлдегі аққу. Ақын табиғатты бір қалыпты алмай, көбінесе қозғалыста өзгерісті күйде көрсетеді. Қалмақ қызы жартасқа шығып тұрып соңғы шартын жұмбақ өлең етіп, өз басынан өткен оқиғаларын бірнеше тараудан тұратын ұзақ, қызықты хикая қылып айтады. Қыз жұмбағының соңында
Тау, бүркіт, сұңқар, лашын, үш шапалақ, айтыңыз қайсысының ерлігі артық деп сұрақ қоя аяқтайды. Егер біреу жұмбақтың шешкен жағдайда қыз өзін суға тастамақшы болады. Қыздың тұрып жұмбақ жасырған тасы жұмбақ тас деп аталған. Олай болса, қорытындылай келе біз бүгінгі қазақтың маңдайына біткен шоқ жұлдызы, қазақтың сөз өнерінің асау тұлпары, сыршылдығы мен сымбаттылығы мен алаш жұртының жүрегінен орын алған Сәкен Сейфуллиннің ең үздік шығармасы Көкшетау поэмасымен таныстық. Сәкен шығармалары арқылы ұлттық әдебиетте азаматтық сарын қалыптасты. Жан-жақты талант иесі Сәкен жас әдебиеттің барлық жанрында қызмет етіп, проза, поэзия, драматургия саласында елеулі шығармалар қалдырды. Сонымен Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасы бойынша төмендегідей үй жұмысы ұсынылады. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Көкшетау поэмасының құндылығы неде? Шығарманың халықтығын қалай түсінуге болады? Екінші сұрақ. Поэмада табиғат суреттері қалай бейнеленген? Ақын шеберлігі неден көрінеді? Тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Поэма мазмұны бойынша екі түрлі түсініктеме күнделігіне өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Екінші тапсырма. Кейіпкерлер туралы кестені толтырыңыздар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.